Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жартылай дайын өнімнің бір түрі тефтелидің рецептісімен бөлісемін. Бірінші бізге фарш қажет болады. Менің жағдайымда сиырдың фаршы. Күрішімізді жуып, тазалап, фаршымызға саламыз. Күріш кез келген фирманікі жарай береді. Келесі ұсақталып туралған, майдалап туралған пиязымызды қосамыз. Және бір шай қасық тұзымызды саламыз. Дәміне қарай жарты шай қасықтан аз қара бұрыш саламыз. Кішірек бір жұмыртқаны саламыз. Осының бәрін қолымызбен езгілеп біріктіреміз. Піскен кезде ажырап шашырамау үшін осылай араластырған кезде 10 минутқа дейін қолымызбен езгілеп барлығын жақсылап біріктіру керек. Сол кезде арасы ажырамай, шашырамай піседі. Бұл тефтелдерді морозильникте қатыруға болады. Керек уақытында алып пісіреміз. Немесе қатырмай сол уақытта бірден пісіруге болады. Тефтелдердің түрі бірдей, домалақ, әдемі болу үшін весимен өлшеп аламыз. Веси болмаса көз мөлшерімен өлшеуге болады. 45-50 грамм өлшеп жасап аламыз. Ескертетін жағдай, тефтелді жасап жатқан кезде екі алақанымызға көбірек ұрғылаймыз. Сол кезде ішіндегі құрамы нығайып, ортасы тығызданады. Қатты нығыздаймыз, сонда піскен кезде шашырамай әдемі пісетін болады. Осылай жасап морозильникке қатырып қойып, керек уақытында алып пісіреміз. Қатыратын кезде міндетті түрде пищевой пленканы төсейміз. Сол кезде қатырылған тефтел алуға оңай болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушақ белгісін басып қолдауыңызға болады.